Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен әдеттегідей Сұлтан. Бүгін біз сабағымызда тәуелдік сын есімі мен тәуелдік жалғауы S-ті өтетін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін сабақтың тақырыбы Family and Friends, отбасы және достар. Бірінші тапсырмаға қарайық. Listen and complete 1-4 with these names. Мына адамның аттарын қойыңыздар дейді. 1-4-ге дейінгі бос орындарды қойып, мынаны тыңдаңыздар дейді. Ал басамын, тыңдайық. 2.19 1. Hi, Sarah. Welcome to our house. Thanks. This is my husband, Tom, and these are our children. What are their names? Her name's Emma, and his name's Nolan. And this is our cat. Oh, cute. What's its name? Her name is Princess. She's a girl. Oh, sorry. 2. The name of the restaurant is Mark's Cafe. The phone number is on the table. Great, thanks. My husband's cell phone number is on the table, too. Okay, and your number is in my phone. Now, children, Sarah is your babysitter. Be nice to her. Okay, Mom. Мына бос орындарды жазып шықтыңыздар деп ойлаймын. Үлгермесеңіздер, қайтадан артқа қарай жіберіп, тыңдап, жазып шығыңыздар. Ал мен қазір сіздерге дұрыс жауабын беретін боламын. Ал мінекей мен дұрыс жауаптарын жазып шықтым. Том, Nolan, Princess, Sarah. Мына екі суретке қарайтын болсақ, бұл жердегі ситуация Америкадағы тұратын қарапайым семья, отбасы өздеріне babysitter іздеп жатыр. Babysitter дегеніміз мынау сөз, babysitter. Ол көбінесе сол жақтарда қолданылады. Ата-ана балаларын көбінесе өздері жұмыс істейді, балаларын қарайтын адамдарды жалдайды. Сол дәл қазір Сара дегенді олар жалдап жатыр балаларын қарағанға. Енді мына тексті түсінген шығарсыздар деп ойлаймын. Түсінбесеңіздер бір қарап шығайық. Hi Sarah, welcome to our house. Сәлем Сара, біздің үйімізге қош келдің. Thanks, рахмет. This is my husband. Бұл менің күйеуім, Tom, оның аты Том. And these are our children. Әнді бұлар менің және бұлар менің балаларым, біздің балаларымыз. What are their names? Олардың аттары қалай? Her name's Emma, оның аты Emma. And his name is Nolan, оның аты Nolan. And this is our cat. Ал мынау біздің мысығымыз. Oh, cute. What's its name? Сүйкімді екен. Оның аты кім? Her name is Princess. She's a girl. Оның аты принцесса, ол қыз дейді. Oh, sorry дейді. Бұл жерде its дегенді қолданып қалды. Мен сіздерге айтып кеткенмін. It дегеніміз жануарларға, жансыз заттарға тек ер мен әйел адамдар болмаса болды, қалғандарын бәріне қолданамыз деп. Енді бұл жерде Sarah қолданып тұр its деп. Неге sorry, кешіріңіз деп айтты? Өйткені айта кететін бір жайт, егер де мысалы бір семьяның кез келген адамның мысығы, иті болса, және оның аты болса, жаңағыдай, оның полы белгілі болса, көбінесе оған he немесе she деп айта береді. Көріп тұрғандарыңыздай, мына қыз мысыққа олар her name is деп айтып отыр. Her деп, және she is a girl деп айтып отыр. Сондықтан солай. Егер де жаңағыдай полы белгілі және аты белгілі болса, оны he she деп қолдана берсек болады үй жануарларына. Екіншісінде The name of the restaurant is Mark's Cafe. Ненің ресторанның аты Марктың кафесі. The phone number is on the table. Телефон нөмір үстелдің үстінде. On the table. Great, thanks. Керемет, рахмет. My husband's cell phone number is on the table too. Менің күйеуімнің сотовый телефон нөмірі де үстелдің үстінде дейді. Okay, and your number is in my phone. Sarah айтып отыр, және сіздің нөміріңіз менің телефонымда дейді. Now children,
Енді балалар, Sarah is your babysitter. Be nice to her. Сара сіздерге қарайтын болады. Sarah оған жақсы қараңдар дейді да. Енді грубо относиться етпеңдер. Be nice to her. Вежливый болыңдар деп жатыр. Окей, мам. Жақсы мама дейді. Бұл жерде сарымен белгіленген сөздер бар. Көріп отырсаңыздар. Our, their, her, his, its, your, my, your. Бұл сөздер ағылшын тілінде possessive adjectives деп аталады. Оны қазақ тіліне аударсақ, тәуелдік сын есімдер деп айтсақ та болады. Яғни, олардың аударып қарасақ, our дегеніміз біздің, their дегеніміз олардың, her дегеніміз оның әйел адамдарға, his дегеніміз оның ер адамдарға, its дегеніміз оның жансыз заттарға, жануарларға. Мына тапсырмада B тапсырмасында айтып отыр, listen again and read the dialogues. Then complete the chart with a highlighted word. Қазір мен тағы да бір рет қосып жүрейін. Мынау толықтырылған сөздермен бір рет қарап шығыңыздар. Содан кейін біз мынау төмендегі таблицаны толтыратын боламыз. Ал кеттік. 2.19 1. Hi, Sarah. Welcome to our house. Thanks. This is my husband, Tom, and these are our children. What are their names? Her name's Emma, and his name's Nolan. And this is our cat. Oh, cute. What's its name? Her name is Princess. She's a girl. Oh, sorry. 2. The name of the restaurant is Mark's Cafe. The phone number is on the table. Great, thanks. My husband's cell phone number is on the table, too. Okay, and your number is in my phone. Now, children, Sarah is your babysitter. Be nice to her. Okay, Mom. Осымен аяқталды. Осы текстке қарап, толықтырып шығыңыз. Ал мен қазір дұрыс жауабын беремін. Біз осыған дейінгі сабақта жіктеу түсініктерін өтіп кеткен болатынбыз. I, you, he, she, it, we, you, they. Тағы да қайталай кетейін. Мен, сен, сіз, ол ер адамдарға, ол әйел адамдарға, it, ол жансыз заттарға, жануарларға, we, біз, you, сендер, сіздер, they, олар. Енді мен деген білеміз, енді менің деген қалай айтамыз, оның дегенді қалай айтамыз, яғни тәуелдік. Бір нәрсе, біреуге, бір зат, біреуге тәуелді болып тұрғанын қалай айтамыз, біреудікі екенін қалай айтамыз. Менің дегеніміз my. Мысалы, my phone, менің телефоным. Your, сенің телефоның, оның телефоны, his, her, its, our, your, their. Осылай болады екен. Енді келесі тапсырмада read the dialogue to again. Complete the sentences with words from the dialogue. Екі сөйлем берілген. The name of the restaurant is cafe. My cell phone number is on the table too. Енді мына бос орындарды біз мына екінші диалогты оқып толықтыруымыз керек. Паузаға қойыңыздар да жазып алыңыздар. Ал мен қазір жауабын айтамын. Дұрыс жауаптар мына жерде берілген, мінекей. Mark's Cafe. Марктың кафесі. Сөйтіп аталады, мінекей, бұл жерде келесі тәуелдік жалғауы көрініп тұр. Апостроф S пен. Кімдікі? Марктікі дегенде. Келесін жерге бос орынға сыймай қалды, міне husband's. My husband's cell phone number. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде солай. Апостроф S, яғни менің күйеуімнің дейді. Күйеуімнің телефон, сотовый телефон нөмірі дейді. Енді осыларға қатысты қазір грамматиканы қарастыра өтейік. Possessive adjectives, тәуелдік сын есімі және тәуелдік жалғауы. Әдеттегідей бір рет тыңдап алайық, содан кейін біз ережелерді қарайтын боламыз. 2.20 I'm from the U.S. My name is Sarah. You're Canadian. Your name is Kim. He's from China.
His name is Ming. She's from Japan. Her name is Satoko. It's a cat. Its name is Tiger. We're British. Our names are Tom and Pam. You're from Mexico. Your names are Anna and Luis. They're from Brazil. Their names are Paula and Marco. Бұл жерде бірінші бөлімде жіктеу есімдері берілген, екінші бөлімінде тәуелдік сын есімдері берілген. Біріншісінде олар айтады, менің қай жақтан екенін айтып отыр көбінесе I'm from the US, Америкадан, Канададан. Сөйлемнің түрі ғой. Енді келесіде бұл жерде өздерінің аттарын айтып отыр. My name is Sarah. Менің, your name is Kim. His name is Ming. Her name is Satoko дейді. Бұлардың жаңағыдай переводтарын жазып алыңыздар. Менің, сенің, сіздің, оның ер адамдарға her, оның әйел адамдарға it's, оның жансыз заттарға және жануарларға our, біздің, your, сендердің, сіздердің, their, олардың. Бұлар көпше түрлер үшеуінде. Және көріп тұрсыздар, our, your, their және your our, your, their дегенге біз are қолданамыз, өйткені көпше. Неге? Өйткені мына жерде көпше түрдегі зат есім тұр. Names. Біздің аттарымыз are болу керек. Ал мына жерде неге is, your name is Kim? Өйткені name дегеніміз жекеше түрде тұр, солдан кейін is қолданамыз. Ережені қарап жүрейік. Your names, our books дейді. Мына жерде s-ті жалғап қоймаңыздар деді. Yours names деген болмайды деді. Ours names дұрыс емес. Your, сенің, сіздердің аттарыңыз. Our books, біздің кітаптарымыз. I'm from Spain. Бұл дұрыс сөйлем. I'm from Spain. Біз осыған дейін өтіп кеттік. Енді айдың орнына жаңадан өткен my'ды қойып жүрмеңіздер дейді. My am from. Ол өте қате болады. This is your pen дейді. Бұл сенің қаламсабың. This is you pen. Мына your'дың орнына жіктеу есімдерін қойып, бір-бірлерімен орындармен алмастырып алмаңыздар дейді. It's дегеніміз жаңа айтып кеттік. Оның for things or animals. Заттар мен жануарларға. This is a great phone. Its price is $99. Бұл өте керемет телефон. Оның бағасы $99. Оның. It's. Мінекей. It's or it's дейді. Апостроф пен апострофсыз. Осыған дейін өттік. It is дегені біз it's деп қысқартып жүрдік. Мысалы, it's a restaurant. It is a restaurant. Бұл ресторан. Ал енді мынау тәуелдік келген кезде ол апостроф жоқ. It's деп бірге жазылады. It's. Its name is Joe's Cafe. Оның аты, яғни ресторанның аты Joe's Cafe. Апостроф S, жаңағы тәуелдік жалғауы. Бұны да бір рет тыңдап жүрейік. Әдеттегідей тыңдаймыз және сөйлемдердің артынан қайталаймыз. 2.21 She is Bill's daughter. Is this Molly's book? She's my brother's wife. Бұл жерде қарасаңыздар, мына жерде бағанағы біз өттік қой. Жіктеу, қазір ғана өткен жіктеу, тәуелдік сын есімдерін. Тәуелдік сын есімдерінің орнына біз адамдардың аттарын және басқа зат есімдерді қойсақ болады. Мысалы, she is Bill's daughter. Ол Billдің қызы. Is this Molly's book? Бұл
Малыйдың кітабыма She's my brother's wife. Ол менің ағамның әйелі. Апостроф жалғап отырамыз зат есімге s адамның атына немесе апостроф s. Сол кезде ол сол адамның немесе сол заттың деген сияқты несі болады, тәуелдігі болады. Міне use apostrophe s көрдіңіздер ғой. After a person to talk about family and things. Адамның атынан кейін дейді. Адамнан кейін осы apostrophe s-ті қоямыз да. Мысалы, Henry's mother, Генридің анасы, Emmy's laptop, Emmyдің ноутбугі. Ал көпше түрде тұрған зат есімдерге for plural nouns. Put the apostrophe after s. Мысалы, егер де зат есім, жаңа айттық қой, апострофты қоямыз, апостроф. Ал егер де зат есімнің өзі көпше түрде тұрса, s-пен бірге, parents мысалы, ата-ана. Ондай кездерде біз апострофты ғана қоямыз, s-ті жалғамаймыз. Өйткені өзінің s-і бар. This is my parents' house. Бұл менің ата-анамның үйі. Apostrophe s, Emma is Maria's daughter. Мінекей, Emma Марияның қызы. She is American. Her name is Emma. Мына жерде айырмашылығын қарасаңыздар, she is American. Мына жерде ешқандай не жоқ, тәуелдік жоқ. Her name is Emma. Оның аты Emma. Осы екеуін шатастырып жүрмеңіздер. Енді біз отбасыда сөздерді өтетін боламыз. Отбасында, яғни қызы, әкесі, анасы, ағасы деген сөздерді біз қазір ағылшын тілінде айтып үйренетін боламыз. Оған дейінгі мына бір тапсырманы орындап жүрейік. Tom is Maria's, Emma and Nolan are Tom and Maria's дейді. Complete the sentence. Мынаны біз аяқтауымыз керек. Осы орындалған. Том, бағана Том дегеніміз ол бізде Марияның күйеуі болған. Мына Том Марияның күйеуі. Сондықтан Tom is Maria's husband болады. Emma and Nolan are Tom and Maria дегеніміз жаңағы екі баланың ата-анасы. Emma мен Nolanның. Сондықтан Tom and Maria's children. Emma and Nolan are Tom and Maria's children болады мына жерде. Мінекей, husband дегеніміз күйеу, children дегеніміз балалар. Ал қалған сөздерді қарап көрейік. Бірінші тапсырмада адамдарға байланысты суреттер берілген. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Бірінші суретте a boy, бала. Екінші суретте a girl, қыз. A man, ер адам. A woman, әйел адам. Children, балалар. Friends, достар. Ал тыңдаңыздар, артынан қайталап отырыңыздар. 2.22 1, A boy. 2, A girl. 3, A man. 4, A woman. 5, Children. 6, Friends. Осы сөздерді міндетті түрде жазып жаттап алатын боласыздар. Енді мынау тапсырмада бізде бұрыс көпше түрдегі зат есімдер айтады. Мысалы, мен осыған дейін айтқанмын, көбінесе зат есімдерді көпше түрге айналдыру үшін біз s жалғауын жалғауымыз керекпіз. Мысалы, a book, books, a table, tables, a chair, chairs деген сияқты. Енді бізде бұрыс зат есімдер бар. Оларға s жалғанбайды. Мысалы, a child, бір бала, children, балалар, a man, бір ер кісі, men, ер адамдар, a woman, әйел адам, бір адам, women, әйел адамдар деген мағына білдіреді. A person, бір адам, яғни адам деген мағына білдіреді. Person дегеніміз. People, адамдар. Осы сөздер өте пайдалы. Singular, plural. Singular жекеше, plural көпше. Жаттап алыңыздар міндетті түрде. Ал енді келесі сөздерді көрейік. Енді отбасыға, мынау адамдарға толық қатысты, енді мынау отбасыға қатысты.
Husband күйеу, wife әйел, mother ана, father әке, son ұл, daughter қыз, brother аға, sister әпке, boyfriend жігіті деген сияқты қазіргі girlfriend дегеніміз қызы, яғни бір-бірімен жүретін адамдар сол сөйтіп айтады. Boyfriend, girlfriend. Суретке қарап шығыңыздар, мінекей 1-2 husband, wife, 3-4 мінекей mother, father, 5-6 son, daughter, 7 brother, sister, әпкесі, інісі, аға, іні, sister дегеніміз әпке немесе қарындас, boyfriend не айттық, жігіті және қызы. Тыңдап шығыңыздар, артынан қайталап шығыңыздар сөздерді. 2.24 1, husband, 2, wife, 3, mother, 4, father, 5, son, 6, daughter, 7, brother, 8, sister, 9, boyfriend, 10. girlfriend. Осы сөздердің бәрін жазып алыңыздар. Мағынасын жазып жаттап алыңыздар сөздердің бәрін. Өте керекті сөздер. Енді мынау 4 адамның атын қойып, біз мынау сөйлемдерді аяқтауымыз керек. Мысалы, is Tom's wife. Кім Томның әйелі? Әйелінің аты бізде кім болды? Maria. Бос орындар берілген, соны қазір толтырып шығыңыздар, паузаға басып, ал мен дұрыс жауабын беретін боламын. Дұрыс жауабы осылай болады екен. Maria is Tom's wife. Мария Томның әйелі. Nolan is Emma's brother. Nolan Эмманың ағасы. Emma is Nolan's sister. Emma Nolanның бұл жерде қарындасы болады. Немесе әпкесі, сондай мағына білдіреді. Tom is Nolan's father. Tom Nolanның әкесі. Tom is Maria's husband. Tom Марияның күйеуі. Nolan and Emma are Maria's son and daughter. Нола және Эмма Марияның ұлы мен қызы. Осыны сіздер өздеріңіз айтып практиковать етсеңіздер болады. Қазір біз listening тапсырма орындайық. Listen to Eric. Эрикті тыңдайық. Number the people 1 to 5. Ал мына жерде суретте берілген, соны 1-ден 5-ке дейін белгілеуіміз керек. Ал тыңдап көрейік. 2.25 1, Hi, Eric. Is this a picture of your family? Yes, it is. Is that your mother? Yes, that's my mother. 2, Who is that? Is she your wife? No, she isn't. She's my sister. Oh, I see. She's very pretty. 3, Who are they? They're my sister's children. Oh, they're cute. How old are they? Her daughter is 4, and her son is 7. 4, Who is that? Is he your sister's husband? No, he isn't. Oh, who is he? I don't know. He isn't in our family. Мінекей тыңдап шықтық. Енді осыны жаңа сіздер белгілеулеріңіз керек болған. Қайсысын бірінші айтты, екінші, үшінші, төртінші, бесінші деген сияқты. Паузаға басыңыздар. Одан кейін мен қазір дұрыс жауабын айтамын. Мінекей дұрыс жауаптар осылай екен. Біріншісінде оның анасы болды, mother. Екіншісінде оның қарындасы немесе әпкесі болды. Үшіншісі соның балалары, жаңағыдай сестрасының балалары. Одан кейін бесіншісі оны танымайтын әйтеуір бір көшедегі бір кісі дейді суретке түсіп қалған. Енді қазір қайтадан тыңдайық та, мынау 1-ден 4-ке дейінгі сөйлемдерді толықтырайық, аяқтайық. Бос орындарды толықтырайық. Сонымен тыңдаймыз. 2.25 1,
Hi, Eric. Is this a picture of your family? Yes, it is. Is that your mother? Yes, that's my mother. 2. Who is that? Is she your wife? No, she isn't. She's my sister. Oh, I see. She's very pretty. 3. Who are they? They're my sister's children. Oh, they're cute. How old are they? Her daughter is 4, and her son is 7. 4. Who is that? Is he your sister's husband? No, he isn't. Oh, who is he? I don't know. He isn't in our family. Осымен аяқталды. Бос орында жаздыңыз деп ойлаймын. Бос орындарға жазбасаңыз, артықшыларды тағы тыңдаңыз. Қазір видеоны пауза қойып қойыңыз, мен дұрыс жауабын беремін. Мінекей, дұрыс жауаптар осындай болды. Is this a picture of your family? Бұл сенің отбасыңның суреті ме? Is she your wife? Бұл сенің әйелің бе? Her daughter is 4 and her son is 7. Оның қызы 4-те және оның ұлы 7-де. Is he your sister's husband? Ол сенің жаңа сестраңның күйеуі ме? Дейді. Енді мына тапсырманы орындап жүрейік. Астында текст берілген. Соны оқуымыз керек те, мына жерге аттарын жазуымыз керек. Ал видеоны паузаға қойып, осыны орындаңыздар. Ал мен сіздерге дұрыс жауабын қазір беремін. Дұрыс жауап осындай болады екен. Edward, Marcy, Emma, Paul. Ал оқып шығайық, аударып шығайық. My name is Emma. Менің атым Emma. I'm from Vancouver, Canada. Канададамын дейді, Ванкуверден. My father's name is Edward. Менің әкемнің аты Edward дейді. And my mother's name is Marcy. Анамның аты Marcy. I have 2 brothers. Менің 2 інім бар. Their names are Mark and Paul. Оның аттары Mark және Paul. We have a cat. His name is Tiger. Біздің мысығымыз бар. Оның аты Tiger дейді. Немесе жолбарыс. Енді дәл осы секілді өзіңіздің отбасыңыз жайлы жазсаңыз болады. Сонымен достар, бүгінгі сабақ бізде аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.